Балаға ат қою ата-ананың бір міндеті деп айтамыз. Сол балаға ат қою жайлы пайғамбарымыз айтады, қиямет күні сендер өз есімдеріңмен және де әкелеріңнің есімдерімен, яғни пәленшенің баласы деп шақырыласыңдар. Сондықтан, яғни жақсы есімдер қойыңдар деген. Сол есім қоюда біз біріншіне оң құлағына азан шақырамыз. Яғни азанды енді көбісі қате айтып жатады, білгенінше, үйренгенінше айтып жатады. Соны қазір дұрыс оқиық. Аллаху әкбар, Аллаху әкбар. Егер қосатын болсаңыз, Аллаху әкбар, Аллаху әкбар. Мына руллах деп, мына р әрпін лаға қосып жібересіз. Немесе жеке-жеке айтсаңыз болады. 4 рет айтасыз. Аллаху әкбар деген 4 рет. Одан кейін Әшһәду ән ла иләһә иллаллах. Бізде бұл мағынасы не? Алладан басқа не? Құдай жоқ екендігіне мен куәлік беремін дейсіз. Бұны 2 рет айтасыз. Кейін Әшһәду әннә Мухаммадар Расулуллах. Және Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллям Алланың елшісі екендігіне мен куәлік етемін деген сөз. Бұны 2 рет айтасыз. Кейін Хайя аля ссалах. Намазға асығыңдар. Бұны 2 рет айтасыз. Кейін Хайя аля фалах. Құтылуға асығыңдар. Яғни не? Жаһаннамнан құтылуға немесе өздеріңе бұйырылған әмірден орында құтылуға асығыңдар деп айтасыз. Кейін Аллаху әкбар, Аллаху әкбар. Бұл жерде Аллаху әкбар деген сөз 2 рет айтасыз. Кейін Ла иләһә иллаллах. Аллахтан басқа Құдай жоқ. Және таң намазына біз не қосамыз? Ас-салату хайрум минан наум. Яғни ұйқыдан намаз артық деген сөзді 2 рет қосамыз. Оны мынау Хайя аля фалахтан кейін. Ал енді қамат кезінде кейін біз баланың не істейміз? Сол жағына, құлағына қамат айтамыз. Сол қаматты бағана Хайя аля фалах деген сөзден кейін Қад қаматтис салах, Қад қаматтис салах деген осы сөз айтамыз. Бұны сол жақ құлағына. Яғни Аллаху акбар, бірақ азан қарағанда тезірек айтасыздар сол жақ құлағына. Бағана азанды айтып болғаннан кейін баланың құлағына сіздің атыңыз, мысалы, Айдын немесе пәленшенің баласы Айдын деген сияқты айтасыз. Енді өзіңіз білесіз, сенің атыңыз дейсіз ба, или сіздің дейсіз ба? Көбінесе сіздің деп айтқан жақсырақ, құрметпен деген сияқты. Енді кейбір жерлерде сенің деген сөз ол кісілерге жақынырақ естіледі. Сондықтан farqı жоқ.